Саламатсыздар ма достар? Қалдарыңыз қалай? Менің есімім Алмас. Мен қоғамдық экономикалық қозғалыстың мүшесімін. Искр деген және Dreamix компанияның представителінің өкілімін. Астана қаласында тұрамын. Менің бүгінгі видеом өзіміздің Искрдың мүшелеріне арналады. Құрметті искрлықтар, біз бірігуіміз керекпіз. Басымыз қосылу керек. Барлықтарыңыз білесіз, қазіргі кезде біз экономикалық формацияда тұрып жатырмыз. Ол экономикалық формацияның аты капитализм. Капитализм деген бұл экономикалық жүйе, өндіріс орны мен таратудан тұратын экономикалық жүйе. Оның барлығы жекеменшіктен құралынады. Бұнда бұл басты несі, бұл жерде өздеріңіз барлықтарыңыз білесіздер. Бұл жерде ең басты бұл жүйенің ойлайтындары бірінші капиталды көбейту, одан кейін пайда табу. Бұндай жүйеде бұл жүйе, мына экономикалық жүйе бұндай қоғамға пайдасы өте аз десек болады. Өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, қоғамда не болып жатқандарын. Қазіргі кезде елдің барлығы ақша ойлап, пайданы ойлап, ақшаның артынан қуып кеткен. Ал арты дұрыс болып жатқан жоқ. Сондықтан біз болашағымызды ойлап, ертеңгі күнді ойлап, өзіміздің халықтық экономикалық жүйемізді жасауымыз керекпіз. Өзіміздің өндіріс орнын тарату жүйесін жасауымыз керекпіз. Онсыз біздің көптеген мәселелеріміз шешілмейді. Өзіміз экономикамен айналыспасақ, қазақша айтқанда, ең бірінші басымыз қосылу керек. Бас екеу болса, мал екеу болады дейді. Мал қазіргі кезде бұл енді өзіміздің экономикалық инфраструктурамызды жасауымыз керекпіз. Инфраструктура жасау үшін үлкен заттардан бастап қажеті жоқ. Қол жетімді заттардан бастасақ, соның өзі жетіп жатыр. Арғатай ол өзі домаланып үлкенге айналып кетеді. Мен сондықтан бірінші құрметті искрлық мүшелер, Қазақстандағы барлықтарыңыз менің телеграм чатыма, ВКонтактедегі группама барлықтарыңыз қосылыңыздар. Сілтемесін осы видеоның астына қоямын. Содан кейін өздеріңіздің қалай айтсам екен, сұрақтарыңыз болса, маған да шыға беріңіздер. Айтайын дегенім барлығын мына өзіміз істеуіміз керекпіз. Содан кейін централизованно орталықтан істеу керекпіз. Бір орталықтан. барлық шаруаны.
ең басты мәселе өзіміздің жиналып мына бір чатқа жиналғаннан кейін өзіміздің ең басты мәселелерімізді шешуіміз керекпіз. Ең бірінші мәселе бұл мына тамақ жағынан қауіпсіздік мәселелерін шешуіміз керекпіз. Қазіргі базардағы сатылып жатқан, магазиндегі сатылып жатқан барлығы қоспамен, химиямен, ГМО неше түрлі өнімдер қаптап кетті. Одан адам ауырғаннан басқа, арты өлгеннен басқа ештеңе әкелмейді бізге, оның барлығы. Сондықтан ең бірінші мына өзіміздің тамақ жағын мәселесін шешуіміз керекпіз. Өзіміздің жылыжайларды салып өзіміздің өнімдерді өсіруіміз керекпіз. Одан кейін өзіміздің өндірістерді жасауымыз керекпіз. Таратусын барлығын. И одан кейін енді былайша айтқанда қарапайым сөзбен айтқанда өзіміздің бәріміз жиналатын болсақ, бір тауық болады ғой, алтын жұмыртқа табатын. Вот сондай тауықты асырауымыз керекпіз, ұстауымыз керекпіз. Алтын жұмыртқа табатын. Ол тауықты сатпай, жемей, тағы да сондай тауықтарды сатып алуымыз керекпіз, алтын жұмыртқа табатын. Оның барлығы болады. Шешілетін нәрсе ең басты біздің басымыз қосылмай жатыр. Барлығымыз тарыдай шашылып кеттік. Тіркелдік, бірақ тарыдай шашылып қалдық. Шашылмайық. Менті жерлестерім, искрлықтар, барлықтарымыз давайте мына неге телеграмға, ВКонтактіге жиналайық. Сол жерден өздеріңіздің регистратор арқылы немесе маған шығып орталықтан, сол бір орталықтан сол мәселелерді шешіп отырайық. Өзіміздің қоғамымыздың мәселелерін өзіміз ғана шеше аламыз. Қоғамдың мәселесін қоғам ғана шеше алады. Мына жоғарыдағы отырғандарға, билікке, ешқайсына сенбеңіздер. Мемлекет деген жоқ, былайша айтқанда. Мемлекет сіздерсіздер. Барлығы қазір жеке меншік болып кеткен. Нағыз мемлекет сіздерсіздер. Ал қоғамға жеке меншік керек жоқ қазір. Капитализм жүйесі уже біткен жүйе. Қоғамдық не керек? Қоғамдық экономикалық инфраструктура жасауымыз керекпіз. Өзіміздің өндірістерді, өзіміздің тарату жүйесін жасауымыз керекпіз. Осыны ертең жасамақсақ, алдымызда келіп тұрған қауіптерден барлығы басымыздан өтеді, осының барлығын істемесек. Енді жаман айтпай қойайын, жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой. Бірақ осы енді жаман айтпай қойайын, өздеріңізді түсінесіздер. Сондықтан құрметті искрлықтар, тіркелдіңіздер ме? Қайтадан жиналайық енді бір жерге, бір орталықты жасайық өзіміздің. Тарыдай шашылып кетпейік. Мені жиналғаннан кейін мен сіздерге жоба бар, жылыжай жобасы. Өзіміздің сату орны туралы менде жобалар бар. Сол жобалармен бөлісемін сіздерге. Осының барлығына жылыжай жасауды сату орындарын жасауға көп ақша керек жоқ. Сол
құрметті жерлестер, бір нәрсені түсініңдер. Сіздер барлықтарыңыз қазір біреулердің қалай айтсам екен, жүйесіне тұрып жатсыздар, экономикалық жүйесіне тұрып жатсыздар. Жер біздікі, ел біздікі, бірақ жүйе біздікі емес. Түсінесіздер ме? Барлық сіздер білген нәрселердің барлығы сіздер бір жағын ғана біліп отырсыздар. Мына екінші жағын білмейсіздер. Бір кез келген нәрсе болсын, денсаулық жүйесі, денсаулықта болсын, білім саласында болсын, қай саласын болсын, қай саланың болсын, барлығын сіздер бір жағын ғана білесіздер, көрініп тұрған жағын. Ал екінші жағын көрінбей тұрғанын білмейсіздер. Сондықтан оның барлығын мен камераға айтқым келіп тұрған жоқ, шын айтсам. Айта беретін болса әңгіме көп негізі. Жиналу керек те өзіміздің қоғамдық экономикалық инфраструктурамызды жасауымыз керек. Біз өзіміздің өндіріспен тарату жүйесін жасауымыз керекпіз. Солай, құрметті жерлестер, өзімізді мына жылыжайларды салатын болсақ, осы жылыжайдан шыққан өнімдерді үстінен 20% қосып, өзіндік құнынан 20% ғана қосып, уже сата аламыз. Өзіміздің нелерге, адамдарға. Енді барлығын тегін тоже сату болмайды ғой. Ол бір жағынан таза өнім болады. И өзіміздің өнім болып. Одан кейін қазір мына өзіміздің электрондық интернет саудамызды дамытуымыз керекпіз. Қазір барлығын қарасаңыздар, барлық интернеттегі барлық не жоқ, қазақстандық өзіміздің отандық халықтық не жоқ, өнім жоқ. Әлеуметтік экономикалық маңызы бар. Барлығы жекеменшік бір өнім, барлығы шетелдің өнімдері, электрондық сауда құралдары. Өзіміздің қазақстандық әрине бар ғой, бірақ олар жекеменшік өте аз. Олар осылардың ешқайсысы қоғамға пайда әкеліп жатқан жоқ. Солай, құрметті ескіліктер, жиналайық. Қара қазанды қайнатсақ, барлығымызға пайда дейді. Осы қара қазанды қайнатуымыз керекпіз барлығымыз. Мына қалай айтсам екен, мына партиядағы жүрген, партияға ана партия, мына партия, неше түрлі партиялар қазір қаптап кетті. Партиядағы жүрген қазақтарға айтқым келеді. Құрметті жерлестер, сіздер барлықтарыңыз адасасыздар, адасып жүрсіздер. Продвижение экономических интересов. Партия – это продвижение экономических интересов. Вот. Біреудің экономикалық мүдделерін жылжытуға жасалу үшін құрал партия деген. Сіздерде халықта қайдағы экономикалық мүдде сіздерде? Қайдағы экономика сіздерде? Сіздерде ешқандай халықтың өзінің экономикасы жоқ қой, былай айтқанда. Қайда сіздердің экономикаларыңыз? Сондықтан партиядан адаспаңыздар, партияға барып. Барлықтарыңыздар
искр жүйесіне тіркеліңіздер. Искр жүйесінде содан кейін барлығымыз қоғам болып искрдің алгоритмімен өзіміздің халықтық экономикалық инфраструктурамызды жасауымыз керекпіз, жүйемізді жасауымыз керек. Тағы да айтайын, өндіріс пен тарату орындары қазір өндірістің өнімдері көп, ал тарату орындары ол мына электрондық интернет сауда құралдары қазіргі кезде қаптап көбейіп кеткен шетелдікі. Қаншама миллиардтаған ақшалардың барлығы сыртқа кетіп жатыр. Біздің жерде, біздің елімізде, біздің жер тескішелек сияқты. Тескішелекке сойып жатыр, сол жан-жақтан су шығып жатыр, ағып жатыр. Толмайды ешқашан ол су. Өзіміздің экономикалық жүйемізді нетпесек, орнатпасақ, бармандар ханға, хан өзі келеді малға дейді ғой. Сол малды өзімізге, малмен өзіміз айналысуымыз керекпіз. Малымызды көбейтуіміз керекпіз. Мал экономикалық, бірақ өзіміздің экономикалық жүйе. Осыны істемесек, барлықтарыңызды жылда инфляция барлықтарыңыздан қалталарыңыздан ақшаларыңызды суырып отырады. Қазір биыл инфляция 7% өсіп кетті. Бұл деген сөз тағы да қымбаттайды. Нан, су, жүрісін, тұрысын, барлық заттардың барлығы қымбаттайды деген сөз. Одан кейін мына инфляция кім жасап отыр? Инфляцияны тағы да сіздер жасап отырсыздар. Біріншіден, мына үлкен капитал болсын, жинаған ақшаларыңызды ешқайда жұмсамай жинайсыздар. Ол ақша жиналып қалады. Ақша жиналып қалғаннан кейін девальвация болады. Жоқ, дефляция болады. Дефляция деген уменьшение денежной массы по отношению к товарной массе дейді. То есть сіздердің ақшаларыңыз ақшаның массасы товардың массасына қарағанда азайып қалады. Макроэкономикада бұл дефляцияға әкеледі. Дефляция болмасын деп банктар көреді, экономикада ақша массасы азайғанын көреді. Одан кейін олар тағы да орталық банк алады, ақшаны басып шығара бастайды. Басып шығарып, мына экономикаға жібереді, тағы да не болады? Инфляция болады. Инфляция болмайды. Инфляция экономикаға жібереді, бірақ ол ақша уже артында товар тұрмағаннан кейін ол ақшаны тоже құнсызданады. Тағы да бір себеп инфляцияға келетін. Қазір интернетте көптеген проекттер қаптап кетті. Биржа, пирамида, криптовалюта, неше түрлі лохотронский проекттер қаптап кетті. Ешқандай өнім арттарында өнім тұрған жоқ. Солардың барлығы. Осы проекттер қазіргі кезде 300-ге жуық компания бар екен. Неше түрлі проекттерді кісілерге ұсынатын. Осының барлық компаниялардың барлығы Россияда интернет арқылы барлық жерде жұмыс істеп жатыр ғой. Бізде, басқа елде осының барлығы істеп жатыр. Ал бұның барлығына кісілер барады, өздерінің реальный экономикадан шыққан ақшаларын апарып соларға жұмсайды. Жұмсағаннан кейін
қаншама миллиондаған кісілердің ақшалары, миллиардтап ақшалар жұмсалғаннан кейін немене болады? Тағы да макроэкономикадан, реальный экономикадан ақшалар шығып қалады. Спекулятивный экономикаға кетіп қалады. Опять дефляция происходит. И вот, чтобы дефляция болмау үшін, банк тағы да ақшаны алады да басып шығарып жібереді. И вот банк шығарып жібереді, жарайды. Ал бірақ ана реальный экономикадан шығып кеткен ақша жоқ болады да бір кезде. Бір кезде біреу бірдеңке бір сол ақшаларды қайтадан бірдеңкеге жұмсайды. Вот сол кезде сол көп ақша қайтадан экономикаға кірген кезде инфляция болады, немесе гиперинфляция болады. Ақшаның саны көбейеді, товарға қарағанда. Товар азайып қалады да, ақшаның саны көбейіп кетеді, товар қымбаттай бастайды. Вот қымбаттағаннан кейін тағы да сіздердің қалталарыңыздан ақшалардың барлығы шығуға тура келеді. Сондықтан осын мен мына айтпай қояйын, мына қоғамға қандай тағы да басқа мына жыныстық ауыстыру дейді, тағы да неше түрлі басқа сұмдықтарды қоғамға қалай кіргізіп жатқандардың барлық нәрселерді айтпай қояйын. Вот солардың барлығын қолымызға алу үшін қазір бұлан соның барлығын, құрметті жолдастар, қолымызға алу үшін барлығымыз бірігуіміз керекпіз. Мен келетін жеріме келіп қалдым. Келесі эфирға шыққанша сәлемет болыңыздар. Мені мына арнама жазылыңыздар, лайкты басыңыздар, өздеріңіз біліңіздер. Арнама жазылып, YouTube каналға жазылып, басқа каналдарға тоже жазылып, ең бастысы мына бірігіп мәселелердің барлығын шешейік. Сау сәлемет болыңыздар. Действуй смело, никого не бойся.